Сәлем қыздар, бүгін біз оңай әрі тез дайындалатын тағам дайындайтын боламыз. Ол үшін біз алдымен күрішімізді тазалап жуып, отта қуырып аламыз. Суы құрғағанша. Міне қыздар, суы құрғады. Енді осы күрішіміздің үстіне жылы су құйып, күріш бататындай қылып, бетпе-бет қылып құйып, оны газды пәс қылып қойып қоямыз. Міне қыздар, күрішіміз дайын, әп-әдемі болып шықты. Енді паршымызды майға жақсылап қызартып қуырып аламыз. Паршымыз қуырылды, оның үстіне пиязын салып, пиязды да жақсылап араластырып, қызартып қуырып аламыз. Және де тұзымызды, бұрышымызды, томатымызды салып, жақсылап араластырып, қызарғанша қуырып аламыз. Сосын сәбізімізді саламыз. Сәбізді қалауларыңызша салсаңыздар болады. Мен теркадан өткізіп салдым, тез піседі. Міне сәбізімізде қуырылды. Енді перецімізді салып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Переціміз қуырылғасын огурциді саламыз. Огурциді да 10-15 минутке қуырып аламыз. Және де бәрі қуырылғаннан кейін чесногымызды салып, оны да қуырамыз. Үстіне су құйып бұқтырып қоямыз. Міне қыздар, енді дайын болған күрішімізді тарелкеге әдемілеп салып береміз. Мен күрішті кесеге салып, бұрмасын келтірдім. Ол үшін кесені сулап алып, күрішті салып тарелкеге аударамыз. Сонда күріш кесеге де жабыспайды, формасында жақсы сақтап тұрады. Күрішімізді осылай тарелкеге салып алдық. Енді қасына дайын болған подливамыз саламыз. Осылай қалауларыңызша салсаңыздар да болады. Осылай салып, үйлеріңізде не нәрсе бар, сонымен сәндеп те берсеңіздер болады. Менде помидор болды, помидорды сәндедім. Ас болсын. Өте дәмді әрі тез дайын болатын ас.